Аңшы. Бір аңшы соңына тазыларын ертіп, аң аулап келе жатады. Бұған кез болып қалған түлкінің зәресі зәр түбіне кетеді. Жүрелеп отыра қалып: «Я, бәхти бөден, жолыңа батпан тары құдайы, мына тазылардан құтқара көр» деп жалбарынады. Түлкінің зарын естіген бөдені: «Айтқаныңды орындаймын» деп, тазылардың қарсы алдына барады да, жер бауырлай ұшып, иттерді теріс жаққа алдарқатып әкетеді. Алды-артына қарамай зыта жөнелген түлкі алысқа ұзап кетеді. Тазылардың қарасы үзілді-ау деген кезде бір қалың шеңгелдің арасына келіп тығылыпты. Сол арада түлкінің қасына бөдені жетіп келеді. «Қане, тарыңды бер» дейді. Түлкі енді бұлтаққа салады: «Ей, есі жоқ бәхти бөден. Әкем диқан болмаса, шешем диқан болмаса, саған батпан тарыны қайдан тауып беремін? Ей, сен уәдеңді бұздың ғой» дейді бөдені наразы болып. Бұған түлкі де көнбейді. «Төрт аяғым пырақ, екі көзім шырақ, екі құлағым сақ, өзім қашып құтылдым. Сенің не дауың бар» дейді. Түлкі осылайша мақтанып тұрғанда, жыми басқан тазы арт жағынан келіп, тарпа бас салып